Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін 5 январь 2025 жыл. Енді бүгіннен бастап енді 8 күн ашылу керек. Енді оған шейін көреміз. Енді жағдайымыз жетсе, соған дейін ашамыз ба деп отырмыз 8 күн. Бүгін енді бірінші күн ашып жатқанбыз. Енді ертең результатын көреміз. Неше килограммға ашыққанымызды, неше килограмм түсіреміз. Бүгін қазір міне бүйтіп қойып қояйық. Так. Бисмилlah. Ешкім ұстап тұрған жоқ қойын. Міне 117 килограмм көрсетіп тұр. Енді көреміз. Ассалаумағалейкум. Бүгін 6 қаңтар 2025 жыл. Бүгін екінші күнге аяқ бастым. Кеше бір күн болды. Бір күн ашықтым. Енді екінші күнге бара жатырмын. Кешедегі салмағым қанша килограммға түскенін көрсетейін. Бір күнде қанша килограмм тастадым. Так, міне. Ештеңе ұстап тұрған жоқпын. Көріп тұрсыздар, міне. Бисмилlah. 114-те 900 болды. 114-те 900. Кеше 117-те 10 болды. Сонда қанша килограмм тастадық? Ал есептей беріңіздер. Ассалаумағалейкум. Бүгін январдың 7-сі 2025 жыл. Ашыққаныма 2 күн болды. Бүгін 3-ші күнге аяқ бастым. Ал кеше салмағымызды өлшейміз. Кеше салмағымыз 114-те 9 болған. Қазір не? Міне 113-те 10 болды. 113-те 10 болды. Ал кешегімен қарап 114-те 9 болған. Ал қалған өздеріңіз есептей аласыздар. Қанша килограмм лақтырғанды. Ассалаумағалейкум. Бүгін қаңтардың 8-і 3 күн ашықтым. 4-ші күнге бүгін аяқ бастым. Енді кеше 113-те 10 болған. Енді бүгінгі салмағымыз қанша болған екен, қанша түскен екен қарап жүріңіздер. Міне. Міне. Есептеңіздер. 2 килограммда 300 грамм лақтырған болып тұрмын ғой. Көрдіңіз бе? Бір күнде. Кеше 113-те 10 болған. Міне, көрдіңіз бе? Бұндай болып беді. Бір күнде 2-3 килограмм лақтырған. Ассалаумағалейкум. Бүгін 9 қаңтар 2025 жыл. Ашқаныма 4 күн болды. Енді бүгін 5-ші күнге аяқ бастым. Кеше салмағым 110-да 8 болған. Ал бүгін қарап жіберейік қанша болған. Бисмилlah. 109-да 900 елу. Почти 1 килограммдан лақтырыппын. Ассалаумағалейкум. Бүгін 10-ші қаңтар 2025 жыл. 5 күн ашықтым. 5 күн ашықтым. 6-ші күнге аяқ бастым. Енді кеше салмағым 109-да 900 елу болған. Енді бүгінгі салмағымды өлшейік, қанша килограмм тастаған екенімді. Бисмилlah. Так, 108-да 250 грамм көрсетіп тұр. Кеше 109-да 900 болған кезде 1 килограммда 700 грамм лақтырған екенмін. Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Ассалаумағалейкум. Бүгін 11-ші қаңтар 2025 жыл. 6 күн ашықтым, 7-ші күнге аяқ бастым. Бүгін кеше салмағым 108-да 250 болатын. Бүгін салмағымыз өлшеп жіберейік қанша болған екен. Так, 110. 107-те 110 болып тұр. Так, 1 килограмм 150 граммға, 1 килограмм 150 граммға артығымыз салмақ түсіреміз. Ассалаумағалейкум. Бүгін 12-ші қаңтар 2025 жыл. Ашыққаныма 7 күн болды. 8-ші күнге аяқ бастым. Бүгін кеше салмағым 107-де 100 болатын. Бүгінгі салмағымызды есептеп жіберейік. Так, қанша болады екен? Бисмилlah. 106-да 350 болды. Демек 700 граммдай мен артығамын. Ассалаумағалейкум. 10-ші қаңтар бүгін 2025 жыл. 8 күн ашықтым. Менің ашық уақытым аяқталды. Так, бүгін соңғы күн салмағымызды өлшеп жіберейік. Так, кеше салмағым 106-да 350 болатын. Бүгінгі салмағымызды өлшеп жіберейік. 105-те 110. Машалла. 1 килограммда 200 лақтырам ғой. 1 килограммда 250 лақтырам. Ассалаумағалейкум. Менің оқырмандарым, мен 8 күндегі тапқан пайдам, мына жүрегімдегі майда, бауырдағы, бүйректегі майлардың бәрін ыдыратып, солардың бәрін лақтырдық майларды, артық майларды, и токсиндерді шығардық. Жүрек айналым жақсы, бауыр жақсы, токсиндеріміз бәрі шықты, өзіміз біраз жеңілдендік. Енді ешқандай проблема жоқ. Осындай 8 күннің ішінде 12 килограммда 350 грамм лақтырған екенбіз. Сіздерге де сондай совет беремін. Әр қиындықтың артында игі жақсы болады дейді. Ал бір рет қиналдық, ар жағымыз күніміз жақсы өтсін. Осы мен 8 күндік миссиям бітті.